Армысыз құрметті тыңдарман, жан құмар арнасына қош келдіңіз. Мұнда тағдыр тәлкегіне түскен тағдырлардың оқиғалары баяндалады. Арнаға тіркеліп кетіңіз. Соңғы кездері онсыз да ию-қию ұйқысынан әлсін-әлсін оянып, мазасы болмай жүрген шал, әдеттегідей таң қылаң бере қолына фильтрсіз сигаретінің талын ұзақ-ұзақ иіскеп отырып, дүниеге бей-жай мағынасыз көз тастаған. Төменде тырп-тырық аяқ дыбысы естіледі. Бара-бара ол көбейіп, гүрсіл сарыл машиналардың ары да бері де жөткірінгені, бір жағында қаланың қалың нөпір тірлігі басталады. Бет-бетмен безіп бара жатқан жұрт, бет-бетмен безіп келе жатқандар да солар. Кім не бітіргелі барады, кім не бітіріп қайтты, оны білісіп, сұрасып жатқан ешкім жоқ. Су! Ұлының қарлыңқы даусы балконға әзер-әзер жетті. Су! Құзғын сәрден көні кепкен итай. Зығырданы қайнаған шал ас бөлмеден үлкен зерен су алып, баласы жатқан бөлмеге кірген. Бет аузын көгілдір тартып, өн бойының арса-арса шыққан неме әкесіне ала көзбен қарады. «Яшы просил жаныма су әкеліп қой» деп. «Мынаны не, тауысып тастағансың ба?» Шал төсек жанында тұрған шәугімнің қақпағын ашты. «Бір түнде? Жалко, что ли?» Баласы зерендегі суды қылқ-қылқ жұтып алды. «Как там насчет выпивки?» «Бір-екі ұрттам ғана. Давай сюда». Баласы жарты стакан самогонды қолы дірілдеп, қақалып шашалып зұрғашты. «Ят, что ли?» деді сосын біраз тұншығып отырып. Шал жауап қатпай шығып кетті. Азылдатып шай қойған. Қанша жылдардан бері осы. Өз шайын өзі қояды, өзі ішеді. Ет соған әбден үйреніп алғаны соншалық, баласы үйге қайтып келгелі бөлмелері тарылып, дыбысы ұлғайып, мұның тынысы тарылып кеткен сияқтанады. Жанына жайсыз, өзінен басқаның бұған керегі жоқ, өзіне өзі ғана керек. Басқаны қайтеді, баласының қайтып келген қырсығын көрмейсің бе? Итай, өзінен туды дегенмен, бала кезінен жат болып қалғанда бауырың езіле қоймайды екен. Өзгеден көріп жүрген әкелік мейірімін өзіне қанша іздесе де таппай қойған. Бір подъездің бір қабатында тұратын 4 отбасылы жылдар бойы қатар жасап та бірін-бірі біле бермейтіні әркім өзіне ғана керек. Еш қайсысы да осы көршілердің жағдайлары қалай өзі деспейді. Өзгелер үшін тияқ серппейтін тұйық тірлік. Шал әбден көндіккен, өзіне қалайтын өмір. Мұнда ұл болған соң шүйіркелесіп отыру дейтін ұғым бөтен. Ұзақ жылдар паровоз кабинасында қиыр-шиыр кезген ғұмыры әуелде дала безер қылып жіберген. 40-тан енді асқанда қатыны өлді. Қайта үйленген жоқ, керек қылмады. Пойыздағы қызметті, қыз қырқынның қызығын місе тұтты. Ойна күл, алдында еш борыштар емессің. Осылай өткізді ол өмірін. Қала, жол, рельс. Оқта-текте ауыл еске түсетін. Сонда туады ғой ой. Өсті. Бірақ әскерден соң темір жолшылардың оқуын бітіріп, пойыз жүргізіп кетті. Өмірі рельстің үстінен шықпайтын. Анадайда аузы қисайып, әкең өліп жатса да, пойызды тоқтатуға болмайтын кәсіп ол. Осыдан кейін бұл ауылды да, ауылдағы ағайын туғанды да баяғыда ұмытқан. Олардың да мұны тарс естерінен шығарғаны күмәнсіз. Мұндағылар және білмейді. Дос жаран дегенге обастан үйір емес тұғын. Бірдекілімен соншалық әмбей-жәмбей болмаса да, анда-санда шай берсіп жүрушеді, әйелі өлген соң ол да тыйылған. Үйелменділермен араласуға жалғыздылықтың сәні келмейтін болып шықты. Сосын жан-жағына қолды бір сілтеген, әйтеуір жалғыз ұл бар. Ұл үйлене сала қайнатасының қолында тұрды. Алғаны прокуратурада беделді қызмет істейтін бір дөкейдің маңдайға басқан жалғыз екен. Сөйтетін рас болса, біздің үйде тұрамыз деп, ұлын қолдарына кіргізіп алған. Орысшалау өскен, баласында қазақтың күшіккеу дейтін намысқа тиетін ұғымы да жоқ болатын. Жалғыздың жайы белгілі. Өзінен жаралды дегенмен, түр-түсі біртүрлі бөтен. Көбіне көп анасының бауырында, жанында болды. Бұл пойызбен рельс болып қиыр-шиыр дүние кезумен, ресторанда істейтін орыстың ышқыры бос,
тоқ балтыр, қалың құйрық, қиылған бел, қаз бөтеге, қыз келіншектерімен алма кезек көретін рахатмен жүрді. Үй жайды оншалық қап еліне ала қоймайтын. Өмір өте берді ғой. Жылжыған жылдармен бала да өсті. Мектеп бітірерде біраз қалғанда шешесі өлді. Сосын бұл күтуші әйел жалдаған. Өз жол үстінде болған соң балаға қарасын дегені. Қарауын ол байғұс қарады ғой. Бірақ баласы өзі білерменімен өсті. Сыра шарапқа үйірлеу болды. Сөйтіп жүріп мектеп бітірген. Сұраған парасын беріп институтқа түсірген. 5 жыл бойы сол бергенін жыл сайын бере жүріп оқуын бітірген. Бағы шығар, прокурор болып істейтін дөкейдің қызына үйленген соң, қайын атасының даңғарадай мекемесінен теккетерес мекемеде прокуратураның қызметкері болып шыға келді. Ендігі талай-талай белеске шығып тау төбесінен қарап тұрар меді, түбіне ішімдік құрғырмен қыз қатын жетті. Ұлы қыз қатыны мен ішімдіктің қыр соңынан өкшелеп қалмай қойды ғой. Үйленгеннен кейін көп ұзамай араққа сылқия тойған күндері қайдағы бір сары албастыларды үйге алып келетін пәлеге ұшыраған. Орысша оқып, орысша сөйлеп өскен жуадар солғыр. Батона грузиншелейді. Развлекаться надо, дейді. Итау мұның кім? А какая разница тебе? Лучше сообрази закуску. Қайт еді. Барын столға қояды. Қойып өз бөлмесіне кетпек болса, ұлы жібере қоймайды. Давай, Батона, с нами. Бірдеңе ұрған ба? Да брось, старина. Енді мына қыздан не говори ерунду. Бұған бари бир, дейді ұлы, ананың шолтиған юбкасының астына тақымына дейін көрініп отырған жуан ексанның арасына көзін сатып. Баласының көзімен бірге шалдың да көздері еріксіз солай кетеді. Кеткенде бұлдырап, мына сары сайтанның бұтына лыпа бар ма жоқ па анық айыра алмайды. Екі алыстан соң баласы әкесіне иек қағады. Көзіңді құрт дегені. Құртады. Құртқанда барар жері жатып жүрген бөлмесі. Телевизорды тоққа қосады да көсіледі. Сөйтіп жатып көзіледі. Содан селк етіп оянады бір кезде. Хабарлары, жарнамалары, кинолары бітіп кеткен көгілдір экран дырылдап тұрады. Шал оны сөндіріп, ұлымен сары сайтқан жатқан көрші бөлмеге құлақ тігеді. Сары сайтанның жалынған ба, жаныққан ба, әйтеуір жаны не кіріп не шыққан ыңқыл-сыңқылы абанық естеді. Япыр-ай, мына сары қаншықтың әні сұмдық қой, дейді шал көбірлеп. Өлеме, қайтеді. Батона, деп айғайлайды бір кезде ұлы. Ты жив? Амалсыз дәлізге шығады. Арақ сіміріп, ұрғаша әурелеуден әбден діңкелеген ұлының құлпет кейпінен ес шығып кетеді. Пузыр, Батона, дейді ұлы. Менде қайда арақ? Сібегая? Итау жарым түнде. Десе де барады. Не көп, түні бойы істейтін ларек көп. Не көп, ларекте арақ көп. Ұлының әр келісінде әр қилы сары сайтан келеді. Қара албастылар да бар. Қай сайтан, қай албасты да бір-бірінің аузына түкіріп қойғандай. Өкілеп, үздігіп, үйді көшіріп жатады. Әуелде шалбыған үрке қарап, ашуланып, еденге түкіріп, жаман кіжініп, ішінен дымығатын. Дымын қалдырмайда сыбап отырушы еді. Бара-бара оған да бір қызушылықпен әуестік билеп кетті. Көрсе еді. Көрсем дейді соны. Өзі өткен, өліп өшкен мектеп қой. Қой, ұят деуді де ұмытқан жоқ. Бірақ әуестік әл бермейтін әзәзіл емес пе? Қайсы бірде төсегінен жайлап тұрып, мысықша ептеп басып, ұлымен сары сайтанның жүн ойнақ бөлмесінің есігіне келген. Есіктің үстіңгі жағы әйнек болатын. Көз әйнегін тығындап, ақырын содан ішкен үлді. Әуелі көзі төсек басындағы шыраққа түсті. Шырақтың білтесінен шыққан бір шөкім жарық үлп-үлп етеді. Бөлмеші қызғылт көлеңке. Шал қызғылт көлеңке арасынан ұлы мен сары сайтанды әзер тапты. Жаңа ғана жан алып жан беріп екіленіп жатқан сайтанның үні өшіпті. Жалаңаш бөксесі дөңкиіп төсекте жалғыз жатыр. Ұлы еденде екі бүктеліп қалған. Сірә әбден діңкелеп құласа керек. Шал ұзақ тұрды. Кетейін деген ұлының қозғалғанын да байқап қалды.
Расында анау басын көтерді. Мен осы қайдам дегендей жан-жағына мағынасыз қарап отырды да тәлтіректеп түре келді. О Құдай, бері жүріп келеді. Шал сүрініп қамынып бөлмесіне әзер жетті. Есігіне кіріп үлгергенше соңынан ұлының әсерлеп әзер шыққан дауысы қуып жетті. Батона, батона пит. Шал шықты. Дай пит батона. Сума, огненный. Шалды жалғыз сәтте әзәзіл айналдырды. Бөлмесінен өзі шығып ішіп жүретін 90 градустық самогонды қырлы стаканмен алып шықты да белуарынан асыра құйып, осыны тарт, деді. Ұлы самогонды көмейіне төңкере салып, демін ала алмай, қылғынып, шеке тамырлары сұмдыға адырайып, көзі шарасынан шығып, көгеріп сазарды да қалды. Содан әзер дем сімірген. Енді тікесінен түк құлап бара жатты. Әкесі сүйеп қалмаса, сүйеп қалды да, дәл сол жерге жатқызып, үстіне босағада ілулі тұрған қойдан жылы ескі плащын тастай салды. Сосын жанында аз кем тұрған қорлы үдей түскенде барып сары сайтан жатқан бөлмеге енді ептеп, қыздың жалаңаш бөксесіне үздіге үңілді. Толық та томпақ, жұп-жұмсақ, жайлап иығынан қозғап еді. Қазір үстіне тас құлап кетсе де дәнеңе сезер емес. Шалдың қаны қызып, тамырлары лыпылдай бастады. Шалды бір қарсы үйдегі шекілдеуік сатқыш жасамыс жуан әйелдің етегін көтеріп қойғаны болмаса, жас иістен баяғыда қалған, бірақ оның қызуы мен жұпары жадында қалған кәрі бура оқыс шабынып, шырақтың шөкім жарығын жалғыз үрлеп өшіріп, әй Құдай, өзің кешіре көр деп мені сарсайтанның үстіне міне берген. Жастанның құдірет қуат бергені бар ма? Шалдың күн түймесін пышақпен ойып алып жатсаң да, қыңбайтын халдегі удай мас қыздың балғын жұмсақ денесін бір сағаттың айналасында 2 рет езіп алған. Сосын бөлмесіне ентігіп жетіп, нәпсісінің қызуынан балқыған, босаған бойына ие бола алмай, жастығына жантая кетті. Шал әзәзіл нәпсінің дәмін баяғыдан білетін. Сонау пойыздың жүргізіп жүрген жылдары ресторандардағы даяршы, аспаз, жолсерік қыз